Қайырлы күн, құрметті көрермендер, армысыздар қазақ елі. Жер жүзіндегі халықтардың бәрінде өз мейрамдары бар. Иә, дәстүрімізге айналған ұлыстың ұлы күні Наурыз құтты болсын. Күлімдеген шуақты көктеммен бірге қазақ даласына жер әлемді жайнатып, әнші құстарды сайратып, Наурыз тойын тойладып, жаңа жыл келді. Баршаңызға ұлыс оң болсын, ақ мол болсын. Ұлы мереке сіздерге тек жақсылық алып келсін. Наурыз келді, жайраң қақты таң өліп, жап-жасыл болып кетті дүние жаңғырып. Жақсылыққа жаршы болған Наурызым, сен өмірдің көктемісің мәңгілік. Құрметті көрермендер, бағдарламамыздың алғашқы шымылдығын әуезді әнмен бастауды жөн көріп тұрмыз. Олай болса, Наурыз әнімен Бейбіт Шоқан. Наурыз көктем әкелді таңның шуағын, Наурыз көктем әкелді таудың бұлағын, Наурыз көктем жайнайды далаң гүлдері, Наурыз көктем алма ағаштары гүлдеді. Наурыз көктем шуағын төккен, әкелді байлық еліме. Наурыз көктем асығып жеткен, әкелді бақыт жеріме. Наурыз көктем шуағын төккен, әкелді байлық еліме. Наурыз көктем асығып жеткен, әкелді бақыт жеріме. Наурыз көктем молшылық байлық береке. Наурыз көктем асығып жеткен мереке. Наурыз көктем думанды тойда қалайық. Наурыз көктем қосылып әнге салайық. Наурыз көктем шуағын төккен, әкелді байлық еліме. Наурыз көктем асығып жеткен, әкелді бақыт жеріме. Наурыз көктем шуағын төккен, әкелді байлық еліме. Наурыз көктем асығып жеткен, әкелді бақыт жеріме. Наурыз көктем шуағын төккен, әкелді байлық еліме. Наурыз көктем асығып жеткен, әкелді бақыт жеріме. Наурыз көктем шуағын төккен, әкелді байлық еліме. Наурыз көктем асығып жеткен, әкелді бақыт жеріме. Қандай тамаша орындау жарайсың, Алшоқан. Барша дүйім жұртқа не тілек тілер едің? Баршаңызға жақсылық, бірлік тілеймін. Саған көп рахмет, биіктен көрінуіне тілектеспін. Тағы да алғыс білдіреміз. Достар, Наурыз көктемгі күн мен түннің теңелетін күні. Бұл күні жер шары алаңдарын қоспағанда бүкіл жер бетінде күн мен түн теңеседі. Сәлеметсіздер ме, Ақжарқан халайық. Шын жүректен келіп жеткен Наурыз мерекесі құтты болсын. Жасыл желек үйлеріңізге молшылық, тоқшылық әкелсін. Мерекеден мерекеге жете берейік. Көктің тынысын тыңдап,
жердің тамырын басқан, тұрмыс тіршілігіміз табиғат анамен тығыз байланыстырған халқымыз. Наурызды жаңару мен жасампаздықтың бастауы, ырыс пен берекенің арқауы деп бағалаған. Келер жылғы молшылықтың жоралғысы ретінде Наурыз тойында әрбір шаңырақта наурыз көже әзірленген. Тіпті білмейтін жас жеңгелеріміз үлкен адамдардан ақыл кеңес сұрап, наурыз көжеге не қосатынын саралап жатады. Толық ақпаратты ұлттың ғана емес, өнердің де жанашыры Бағдагүл апайымыздан сұрайық. Қайырлы күн, Бағдагүл апай. Ұлыстың ұлы күні құтты болсын. Ау, Айзере балам, құтты болсын. Жаңадан келе жатқан жаңа жылымыз, наурызымыз. Ұлыстың ұлы күні құтты болсын саған. Бағдагүл апай, мен бүгін көрермендерімізге наурыз көже туралы айтып жатырмын. Бірақ дегенімен, мен әлі кішкентаймын. Наурыз көже жасап көрмеппін. Бәлкім сіз маған, сондай-ақ көрермендерімізге ұлттық асымыз туралы айта отырып, әзірлеуін көрсетсеңіз деп отырмын. Жақсы, Айзере, көрсетейін, айтайын. Жылда жасап жүрген өзіміздің ұлттық тағамымыз наурыз көже ғой. Бұл наурыз көжені неден жасайды? Білесің, қыста соғым сойлады, соғымнан қалған сүрет, қазы қартағап, осы наурыз көжені пісіреді сонымен. 7 дәмнен тұрады наурыз көже. Әуелі қазанға суды құйып, 2 сағатта етті пісіреміз. Піскеннен кейін етті былайынан сүзіп алып қоямыз да. Сол еттің сорпасына баяғыда тары, бидай, арпа қосқан ғой. Ал біз қазіргі кезде күрішімізді қосамыз, тарымызды қосамыз. Содан кейін олар піскеннен кейін қатық қосамыз, айран құямыз. Тұзда сол 7 дәмнің біріне кіреді. Осы 7 дәмнен біздің наурыз көжеміз жасалады. Бұл қазақта айтады ғой, жуанын жіңішкенің үзілген кезі дейді. Осы наурыздың уақытысын айтады. Осы наурыз көжені негізі кәдімгі дәстүрлі тамақ ретінде наурыз айында әл қуат, күш қуат береді деп біздің қазақ халқымыз атам заманнан істеп ішіп келе жатыр. Жыл сайын наурызда дәу қазанға осы көжені мен де істеймін. Таратамын, көрші қоламен бірігіп ішеміз. Өте керемет дәмді біздің наурыз көжеміз. Айзере балам, наурыз көже дайын болды. Дәмін татып көрші. Бұл көжені халықта тоқ көже, көп көже деп айтады. Қандай дәмді, қандай керемет. Қолыңыз дерт көрмесін, Бағдагүл апай. Балам Айзере, рахмет. Алла разы болсын, рахмет айналайын. Енді үйіме барған соң анамен бірге ұлттық асымызды жасайтын болдым. Сізге көп рахмет. Бағдагүл апай, осы мерекемізде сізге қарап отырған халыққа не дер едіңіз? Айзере балам, бір жақсы тілектер айт деп тұрсың. Әрине, келе жатыр алдымызда ұлыстың ұлы күні. Жаңа жылымыз келе жатыр. Наурыз мерекеміз келе жатыр. Бүкіл халқыма, қазақ халқыма, бүкіл қазақстандықтарға осы ұлыстың ұлы мерекесі күні дастархандарына байлық, дендеріне саулық, бастарына амандық тілеймін. Жылдан жылға осы наурызымызды тойлай берейік, наурыз көжемізді тойып іше берейік. Қуанышты күндеріміз көп болсын. Еліміз бейбіт заманда жақсы тірлікте өмір сүрейік. Бізге келгеніңізге алғыс білдіреміз. Айзере балам, көп рахмет шақырғандарына. Алла разы болсын балам. Наурыз көже туралы біраз ақпарат білдіңіздер деп ойлаймын. Сіздер де жасап көріңіздер. Мен сіздермен қоштаспаймын. Тек жүздескенше деймін. Әрі қарай бағдарламамызды достарым Ғалымжан мен Наргиз жалғастырады. Айтпақшы Ғалымжан, біздің тағы да бір мейманымыз бар. Ал келесі қонағымыз наурыз мерекесіне өлең жолдарын дайындап келген екен. Алдарыңызда Талғат Гүлжауһар. Су жылтырап, бүрін ашқан жас талдан, бу бұрқырап, қатып қалған тастардан, күн күркіреп, жасын ойнап аспаннан,
Бар тіршілік наурыздан басталған. Елде тыныш, жерде тыныш бұл күні. Көреміз тек қуаныш пен күлкіні. Табысқан жұрт таныс тауып жатады. Жамалғандай жүректердің жыртығы. Саф тыйылып сарыарқаның бораны. Күн өрлейді күмбезінен жоғары. Наурыздың 22-сі толғанда. 9 ады 9 жолдың торабы. Жат боп бұрын бастары ешбір қосылмай. Жүрген жандар таныс тапса досындай. Ол осынау наурыздың арқасы. Ұлыс күннің шапағаты осындай. Қандай күшті өлең жолдары, ал Гүлжауһар, саған өнерде сәттілік тілеймін. Келгеніңе рахмет. Сіздерге де көп рахмет. Наурыз айтылу мереке болғандықтан қазақтың ұлттық ойындары туралы айтып кету де дұрыс деп санаймыз. Аяулым есімді көрерменіміз бізге қазақтың ұлттық ойындары туралы айтып береді. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін мен сіздерге ұлттық ойындарымыз туралы айтып беремін. Қазақтың ұлттық ойындары 5 түрге бөлінеді. Аңға байланысты, малға байланысты, түрлі заттармен ойналатын, зеріктілікті, ептілікті және икемділікті қажет етеді. Соңғы кезекте қалыптасқан ойындар. Олардың негізгілерінің өзі 100-ден асады. Бүгін мен сіздерге түрлі заттармен ойналатын ойын түрі алтыбақан туралы айтып беремін. Алтыбақан бұл жастардың кешкілік бас қосып, ән айтып, домбыра тартып, қыздар жігіттер болып, әзілдесіп, көңіл көтеретін ойын сауығы. Және де мен сіздерге айгөлек ойын туралы айтып беремін. Айгөлек оны қыз жігіттер 2 топқа бөлініп, қатар тұрып, бір-бірлерінің қолдарынан ұстап тұрып ойнайды. Бір топтың ойын бастаушысы айгөлек-ау айгөлек, айдың жүзі дөңгелек. Бізден сізге кім керек деп сұрайды. Екінші топтың ойын бастаушысы айгөлек-ау айгөлек, айдың жүзі дөңгелек. Сізден бізге Айкерім керек деп бір адам атап шақырады да, аты аталған адам бар күшімен жүгіріп келіп, шақырған топтың тізбесін үзіп кетуге тырысады. Үзіп кетсе, сол топтан қалаған адамды өз тобына алып кетеді. Үзе алмаса, сол топта қалып қояды. Ойын екі жақтың адамдары таусылмағанша жалғаса береді. Осы сияқты қазақтың көптеген ойындары бар. Бұл ойындар еңбекке баулып, денемізді шынықтырады. Ұлттық ойындарымызды біліп, ойнап жүрейік. Тамаша, құрметті көрермендер. Әрдайым ұлтымыздың құндылықтарын біліп жүрейік. Ғалымжан, дұрыс айтасың. Ал достар, осымен бағдарламамыз өз мәресіне де жетті. Ұлыстың ұлы күнімен құттықтаймыз. Келесі кездескенше сау сәлеметте болыңыздар.